Бәріне сәлем, мен макияж жасамақшымын. Ертең бізде концерт болады ұлдар күніне, и стиль такой мультяшный, поэтому Барби стиліндегі фотобудка жасамақшымын. Сендерге бүгін макияж жасауымды и концертті көрсететін боламын. Қызықты болады деген ойдамын. Алдында бізге ұлдар жасаған концерттен осындай ағаштар қалып қойыпты подвалда, и соларды бұзып фотобудканың каркасын дайындауға кірістім. Негізі холодильниктің картонын ала салайық деп ойлағанбыз. Оформлениеға бір күнде дайындалған соң, плюс кешке магазиндерге шыққан соң картон табылмады, өкінішке орай. Ағайдан осындай неше түрлі инструменттер сұрап алдық. Тут купили газовые баллончики, розовый, Барби дүниесіне, и мынандай 2 метрлік осындай жылтырап тұратын артына жабыстырамын. Вот осындай частьтар шықты, мы разобрали одну. Енді примерно 2 метрлік. Короче, бұны осайынан алдыға қарай қою керек. И мына жерге аяқ жақтарына ағаштарды қосып, и бір үлкен фотобудка шығады. Фотобудка Барби стилінде болмақ. Плюс маған ертеңгі биге керек. Сол үшін күшті жасайын деген ойдамын. Ски салам дейді. Вкусно. Самая кропотливая работа, то, что аналарды шығару. Их тут капец много. Это мои носочки. 50 сантиметрліктен осындай 6 ағаш керек болады. Ең қиыны мынау біздің ағайдың бөлмесі. Мынандай шегелерді табып қиынырақ болды, салмай. Мынандайларды қойып бітірдік. Енді мынаны қою керек. И сонымен примерно дайын болады. Что вы делаете? Прокомментируйте, пожалуйста. Я как шеф-повар. Я устала. Устала ты. Прокомментируйте, пожалуйста. Я сегодня певица этой кухни. Папа сызнаватыр. В общем, полная готовка. Маған көмекке Танчик деген құрбым келді. Осы ойнап жүр. Барби деген сөз тұратын картонда осылай далаға шығып бой келдік Танчик екеуміз, а то иісі подвалда мұрын жарады екен. Картинамызды, сатуалымызды бағалап жіберіңіздер. Бәрін жұмысқа салып қойдым. Барби деген сөз жасап отыр. Максы бақылауда жүр. Жақта қыздар оформление істеп жатыр. Авторский бренд. Қыздар Не істеп жатқанымды түсіндіре кетейін. Ағаштан каркасын жасап алған соң, осылай картондарды кесіп, по размеру сыртын қаптаймын деп шештім.
Басында ол картондарды ағашқа скотчпен жабыстырып жатқам, и оказывается слабо держится. Сол үшін осылай степлермен істеген дұрыс екен. Картонды баллончиктермен бояй саламын деп ойлағам, и түсі мүлде басқаша, и көп краска жейді екен. Сөйтіп шын ақ қағаздармен қаптаған соң бірақ боядық. Менің помощниктерім. Я очень устала сегодня. Ұзақ күн болды мен үшін. Но я очень довольна нашей работой. Разой руки. Концерт болмайды деп айтты. И мен бүкіл вдохновением сөніп қалды, и прям көңілім түсіп қалды. В общем, болатын болды, аппаратура табылды. Енді мен ключ жасап жатырмын, тезірек биге керек. Вот. Это наша фотобудка, которая слишком... Ой, это ее фотобудка, которая слишком огромная. И она немножко поломалась, потому что мы не смогли ее вынести отсюда. Теперь забрела идея вынести с улицы. Жыртылмадылар. Залдан шығардық. Концерт төртінші этажына көтеру керекпіз. В общем, мы на такое не рассчитывали. Короче, вывезли. Ура! Наш же директор макет салата. Ой. Ага, бәрі жақсы. Как вам мой мейк? Мадина таным степлерді. I did. Yes, I did it. Всем привет. Это мейк моего производства. Оценивайте. Ешкім жөндегісі келмей ме? Біраз жөндесей.
Это я после танца. Ух. Капец устала. Әзерден алып тұрмын. Но было классно. Подругам айту бойынша ход болды деді.